Сабақтың тақырыбы адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Сабақтың мақсаты адамның бойына рухани, адамгершілік қасиеттерді ұялату үшін мейірбан, ақылды, шыншыл, қайырымды адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал ету. Өмірде ата-анаға, досқа, еңбекке адал бола білуге баулый отырып, әр адамның адал ісі мен адамдығы көрінетінін білуге тәрбиелеу. Алло? Алло? Я, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сәлематпын. Хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Қандай хабарландыру? Бау-бақшаңыз тазалайтын адамға күндігіне 2000 теңгеге жұмысшы қажет деп жазған екенсіздер? Я, Соған жұмысшы қажет пе? жоқ. Керек жоқ, біз жұмысшы алып қойдық. Апай, Сол жұмыстың барлығын күндігіне 1000 теңгеге мен жасап берейін. Өтініш, сол жұмысқа мені алыңызшы. мен сол баланы Анау адал қызмет үшін 2000 теңгенің үстіне тағы да бір 1000 теңге қосып берсем деп жүрмін. Апай, үйіңіздің ауласының барлығын күндігіне 500 теңгеге мен тазалап берейін. Бола ма? ой қарағым-ай. Мәселе ақшада емес қой. Мәселе адалдығында. 400 теңгеге Тазалап берейін, апай. Өтініш, мені жұмысқа алыңызшы. Қой қарағым, болды енді. Бұдан былай менің мазам салма. Жарайды. Бауырым, бірдеңе сұрасам бола ма? Я, айта беріңіз. Жұмыс таппай қиналып жүрсең көмектесейін. Жоқ аға, рахмет. Өзімнің жасап жүрген жұмысым бар. Жаңа телефонда жұмыс жайлы біреуге өтініш жасағандай болдың ғой. 2 апта болды. Сол үйде жұмыс жасап жатырмын. Онда неге сонша жалындың? Жай. Өзімнің жұмысымды қаншалықты адал атқарып жүргенімді білгім келді. Көңіліңізге рахмет. Әпке, ол кім хабарласқан? біздің анау бау-бақшаны тазалайтын дос бол деген бала ғой. Даусынан танып қойдым. Онда несіне саудаласып жатырсыздар? Ол бала мен ойлағаннан да адал екен. Өзінің жақсы бала екенін өзін айта алмай жүредім. Мына телефон арқылы айтып, бір шеңілдеп қалдым. Еңбекке адал болу дегенді қалай түсінесіз? Еңбек елдің еңсесін көтереді. Әрбір азамат өз ісіне жауапты, адал болуы қажет. Бастаған ісіңе жауапкершілік танытып, қай уақытта болмасын адалдық танытсаң, сонда ғана еңбегің жеміс береді. Әрбір ісімізге адал болайық. Ұлы ойшыл Абай Құнанбаев 18-ші қара сөзінде тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. Деген өсиетін адам өзінің қалауы бойынша бір кәсіпті игерсе, адал еңбекпен ғана еліне қызмет ете алады деп ұғынғанымыз жөн. Назарларыңызға рахмет.